Мемлекет басшысы еліміздің даму үшін өндіріске озық технологиялар мен инновациялар енгізу қажет екендігін айта келіп, цифрлы Қазақстан бағдарламасын қабылдаған болатын. Бұл бүгінгі күні Нұр Отан партиясының бастамашыл жобаларының біріне айналды. Жоба аясында ауыл аймақта кең жолақты интернетпен қамтамасыз етіп, Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыру, кез келген салаға цифрлы технологияларды өндіріп, IT мамандарын даярлауға басымдық беріліп отыр. Осыған орай соңғы жылдары өңірде IT бағытындағы түрлі орталықтар мен сыныптар ашылып, жұмысын жандандырып келеді. Республика көлемінде 5-ші болып бой көтерген IT лицей интернаты да жаңа оқу жылында өз жұмысын бастады. Өңірге жұмыс сапарымен келген Нұр Отан партиясының хатшысы Қаныбек Жұмашев осы бағыттағы жұмыстармен танысты. Әуелі Нұр Отан партиясының хатшысы Қаныбек Жұмашев Тараз қаласынан жақында ашылған IT лицей интернатына барып, ондағы сабақ үрдісін көрді. Жаңа оқу жылының басында 7-8 сынып оқушыларынан 120 баланы қабылдаған оқу орны заманауи техникалармен жабдықталған. Қазіргі таңда мұнда 3 тілді меңгерген 25 ұстаз жұмыс істесе, оның 4-еуі IT саласы бойынша дәріс береді. Жаратылыстану бағытындағы пәндердің барлығы дерлік ағылшын тілінде өткізіледі. Сондай-ақ 32 орынға шақталған кішігірім жатақханасы мен асхана бар. Қосымша үйірмелерде жұмыс істейді. Келешекте тағы қосымша ғимарат салу жоспарда бар көрінеді. Қазіргі уақытта бізде 120 бала, бірақ келешекте бізде 360 балада алу ойымызда бар. Ол кезде барлығына жатақханамен қамтамасыз етуіміз керек. Сол себепті бізге қасымыздан жаңа ғимарат салынайын деп жатыр. Осы жылы ол барлықтары жобаларын қолға алынып жатыр. Ол салынғаннан кейін осы қазіргі тұрған өздеріңіздің ғимарат ол жатақханаға қалынады, ал жағы мектеп оқу корпусына берілетін болады. Оқу бөлмелерін аралап көрген хатшы оқушылармен тілдесті. Олардан болашақта кім болғылары келетінін немесе қай саладан көрінгісі келетіндіктерін сұрады. Мұнан соң қонақтар Тараз мемлекеттік университеті базасынан құрылған IT орталығына бас сұқты. Орталықта 7 оқушы 5 бағыт бойынша сабақ береді. Мұнда үйренушілер сайт жасаумен қатар бағдарламалар құруға машықтанады, цифрлық сауаттылықтарын арттырады. Жеке ұйымдар болсын, қазір кез келген ұйымға сайт керек сол себептен оларға яғни бір модульға кіргіздік, яғни веб-сайт жасау, мобильдік приложение, веб-приложение деген сияқты. Мен осындай жұмыстар жасалады. Яғни осыны қорғайды, одан кейін тиісті сертификат алады. Қаныбек Жұмашев барған келесі нысан облыстық мектеп олимпиадалары және мектептен олимпиадаларды өткізу орталығындағы IT сыныбы болды. Жақында ашылған IT сыныпта қазір 9-12 жас аралығындағы 40 бала оқиды. Үйірме жұмысы 3 бағытты қамтиды, яғни алғашқы 3 айда олар бағдарламалаудан өтеді. Кейіннен робототехника негіздерінен дәріс алса, соңғы 3 айлықта 3-ті модельді модулін үйренеді. Нұр Отан партиясының хатшысы үйірмеге қатысушылардың әрбірінен осы қысқа уақыт аралығында үйренгендері мен көңілге түйгендерін сұрады. Балалар бағдарламалау бойынша оққан анимацияларын жасалу жолдарын айтып берді. Партия хатшысының жұмыс сапары облыстық Шохан Уәлиханов әмбебап ғылыми кітапханасында түйінделді. Нұр Отан партиясының бастамашыл жобаларын іске асыру аясында кітапханада бірқатар ауқымды жұмыстар жүргізіліп, бродкастинг залы мен коворкинг орталықтар ашылған. Осыларды аралап көріп шыққан Қаныбек Жұмашев коворкинг орталығында өзін күтіп отырған жастармен дидарласып, еркін әңгіме дүкен құрды. Олардың болашағын бағдарлайтын тағылымды ой, келелі пікірін ортаға салды. Соңынан естелік суретке түсті. Жамбыл облысындағы IT бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға көңілі толатындығын жеткізіп, телеарнаға сұхбат берді. Алдағы уақытта ол балалардың барлығы бірдей IT саласының маманы, немесе бағдарламашы, немесе компьютершік болуы мүмкін, міндетті емес. Бірақ ол қай мамандықты таңдаса да, сол мамандықта озық цифрлы технологияларды пайдалануға икемді болса екен дейміз, дағдыланса дейміз. Жалпы бұл бағдарламалаудың негізгі үйрететін жақтары көп. Соның біреуі балаларға жинақ болуға, өз күнделікті өмірін тиянақтауға мүмкіндік береді. Себебі бағдарламалаудың принципі солай. Осылай ойын бір арнаға салып тоғыстыра білетін бала да болашақта бәсекеге қабілеттілігі артады деп ойлаймыз. Қазіргі кезде адамдар жұмысын жеңілдету үшін барлық жағдай жасалып жатыр. Қызмет көрсету құрылғылары жетілдіріліп, жаңартылу үстінде. Ірі компанияларда ақылды роботтар жұмыс істей бастады. Бір ғана мысал, қазіргі кезде әртүрлі шаруашылықтарға жаңа технологиялар орнатылуда. Бұл бір жағынан уақыт үнемдеуге, екінші жағынан жұмыс күшін азайтуға сеп. Елімізде цифрлы технология жүйесі дами түссе, әр салада үздік көрсеткіштерге қол жеткізер күнде алыс емес. Қымбат Қаржауғызы, Руслан Сандыбаев, жаңалықтар қызметі.